Taqdirмен saudalasuға бола ма? Иә, болады десем сенесіз бе? Ендеше, бір мысал айтайын. Bir balıkçı болыпты. Балықшының қармағына бір күні алтын балық түседі. Балыққа тіл бітіп, мені өзенге жібер, 3 тілегімді орындаймын дейді. Балықшы жоқ, 5 тілегімді орындасаң ғана жіберемін дейді. Алтын балық туралы ертегіні оқымағансың ба? Мен тек 3 тілекті ғана орындай аламын ғой. 5 тілегімді орындай алмасаң, онда 4 тілегімді орында. 3 тілек орындай аламын дедім ғой дейді алтын балық әлсіреп. 3 тілекті орындай алатын балық 4 тілекті де орындай алуы тиіс дейді балықшы шартын өзгертпей. Бұл жолы балықтан үн шықпайды. Сен неге үнсіз қалдың? Мейлі 3 тілегімді ақ орындашы. Келістім деп балықшы алтын балыққа үңіледі. Ал, балық өліп қалған екен. Бұдан қандай түйін шығады? Балықшы алдымен балықтың сұрағанын, яғни бостандық, су беру керек еді. Сонда 3 тілегі де орындалар еді. Адамның көбісі осы балықшы секілді, бермей жатып алғысы келеді. Иә, өмір ұстазбен саудаласуға болады. Бірақ алдымен сіз беруіңіз керек. Нені? Уақытыңызды, күш-қуатыңызды, еңбегіңізді, сүйіспеншілік сезімін, жақсы сөзбен мейірімді. Содан соң тағдыр да сізге сұрауыңызды бере бастайды. Бұл өмір заңы,